ABCD тіктөртбұрышы координаталық жазықтықта кескінделген. Тіктөртбұрыштың төбелері сәйкесінше A, B, C, D, яғни төрт төбесінің координатасы берілген. Координаталары белгілі болса, тіктөртбұрыштың AD қабырғасының ұзындығы нешеге тең? Яғни біз координаталық жазықтыққа тіктөртбұрыш салу керек екенбіз және AD қабырғасының ұзындығын табу қажет. Қанекей, алдымен координаталық жазықтық салайық. Біз координаталық жазықтықты толық емес, оның бір ширегін салайық. Бізге сол да жеткілікті болады. X осінен бастасақ. Міне X осі. Енді келесі Y осін салайық. Y осі. AD қабырғасының ұзындығын тек A және D төбелерін мына координаталық жазықтықта көрсетіп қана осы AD қабырғасының ұзындығын таба аламыз. Алдымен солай істеп көрейік. Бірінші A төбесін салайық. A төбесінің координатасы 7, X, Y 1 екен. Осында көрсетейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, мына жер 7. X 7, Y 1. Y1 мына жерде болады. 1-ден 10-ға қарай жүреміз, 7-ден жоғары жүреміз. Екеуінің қиылысқан мына жерді нүктесі десек болады. Бұл сонда A төбесі. Енді мына D төбесін көрсетейік. X 7-ге тең екен, Y 6-ға тең. 6 жүреміз, яғни 2, 3, 4, 5, мына жер 6 болады. 6-дан 10-ға қарай жүрсек, 7-ден жоғары жүрсек, екеуінің қиылысқан мына жерінен нүкте, яғни D нүктесі шығады десек болады. Бізге AD қабырғасының ұзындығы деген. Енді осы екеуін қоссақ, бізде қабырға шығады. Қанекей, қосып көрейік. Міне бізде AD шықты. Осының ұзындығын тап деген. Ұзындығын былай тапсақ болады. Міне 1-ден басталады, 6-мен аяқталады. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни ұзындығы 5 бірлікке тең десек болады. AD қабырғасының ұзындығы 5-ге тең екен. AD қабырғасының ұзындығы 5-ге тең. Ал енді қалған B және C төбелерін көрсетіп, тіктөртбұрыш салайық. B төбесі X 5, Y 1 екен. X 5, 1, 2, 3, 4, 5, міне осы жер. Y 1, міне 1-ден 10-ға қарай жүреміз, 5-тен жоғары қарай. Екеуінің қиылысқанынан B нүктесі шығады. Келесі дәл осылай C төбесін көрсетейік. X 5, Y 6 екен. X 5 міне, Y 6 міне, екеуін қиылыстырсақ, осы бір нүктені көрсете аламыз. Біз 4 төбесінде салдық. Енді осы 4 төбені қосатын болсақ, тіктөртбұрыш аламыз. Қанекей, қосайық. Міне бір қабырға шықты, 2 қабырға болды. Міне тағы бір қабырға шығардық, және мынау соңғы қабырғасы. 4 қабырға, демек біз тіктөртбұрышты шығардық. Тіктөртбұрыштың қабырғалары параллель болу керек. Параллель деген екі түзу қиылыспайды деген сөз. Қарасақ, шын мәнінде мына 2 қабырғасы бір-біріне параллель, қиылысып тұрған жоқ. Мынаны ары қарай созсақ, бұлар кете береді, қиылыспайды. Мына 2 қабырғасы да дәл солай, параллель. Енді келесі тіктөртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары бір-біріне тең болу керек. Соны тексеріп көрейік. Мынау С нүктесі жазылмай қапты. Қарасақ, Б нүктесінен С нүктесіне дейін, міне Б нүктесі 1-ден басталды, С 6-дан аяқталды. Дәл солай. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ті береді. Енді мына қабырғаларын анықтайық. Б-дан А-ға дейін, міне Б 5, 6, 7. 2 бірлік десек болады. С-ді қабырғасының ұзындығы. БА сияқты, яғни 1 шақпақ, 2 шақпақ десек болады. Себебі 5-тен басталды, 7-мен аяқталды. 7-тен 5 тазайтып тастасақ, 2. Не 2. Қарасақ, қарама-қарсы қабырғалары тең екен. Демек, тіктөртбұрыш шықты.